Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін осындай кипятоктан керемет құймақ дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады. Сүтпен жасалғаннан еш айырмашылығы жоқ. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз ыстық қайнап тұрған суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Үстіне жарты қасық ас содамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мында ас содам дәмі қатты білінбейді. Ыстық суға араластырып алғаннан кейін және де тұзымызды салып, ендігі қантымызды саламыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Кішкене суымызды суытып барып, шамалы суытамыз. Ендігі үстіне жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін бірден жақсылап араластырып аламыз, біріктіріп. Мына осылай араластырып алдық. Ендігі ұнымызды салатын боламыз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Осы ұнымызды екі бөліп салып, жақсылап комок қалдырмай біріктіріп араластырып алатын боламыз. Мына осылай жақсылап араластырып алдық. Мына біздің ұнымыз араласқаннан кейін енді соңында сұйық майымызды құйып, жақсылап бір араластырып аламыз. Осы дайын массамызды бір 5-10 минутқа тындырып қойып қоямыз. 5-10 минуттан кейін осындай сұйықтықта болады біздің құймағымыз. Енді осыларды пісіріп аламыз. Сковородкеге ешқандай май құймаймыз. Отты қатты барына қойып, сковородкамызды қыздырып алғаннан кейін бірден осылай құймағымызды құйып пісіріп алатын боламыз. Барынша қатты отта пісіріңіздер, күйіп кетпейтіндей қылып қарап тұрып, шеттері көтерілгеннен кейін уже екінші жағына аударатын боламыз. Мына осы екінші жағына аударып алдық. Өте керемет болып шығады. Достар, осы рецептпен міндетті жасап көріңіздер. Рецепттің толық нұсқасын осы видео астында описаниеге қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Міне өте керемет болып шығады. Сүтпен жасалған құймақтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен суда жасағанды бірде жасап тұрмын. Өте керемет болып шықты. Сәтті рецепт. Міндетті жасап көріңіздер. Тапсырысқа жасаңыздар болады. Егер де видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.